kete almay жүрген bir ahmak ayelimin Jeksurut. Жаным өзіме ашығанда давно қиып кететін адам ғой мына. Қадірлі көрермен, таңертең шырт ұйқымнан оятқан мына бір хат болды. Золотая женщина деген кісі маған жазыпты. Дастан, басты парақшаң банға кетіпті деп күліп, мен арқылы біраз хайп жинап едің, Алла бар екенін ұмытпаңыз деп жазып жетті. Маған айтайын, сізден хайп керек емес. Ондай Абай атамыз айтты, арсыз болмай атақ жоқ дейді. Маған ондай керек емес. Мен диктормын, мен журналистпін, мен шетел жаңалықтарды айтамын, мен өзге де жаңалықтарды айтамын. Және де сол күн, сол уақытта 9 стример жазаланғаны ол жаңалық кәдімгідей, ел білу керек, халық білу керек. Сол туралы салдық. Хош, менің басты парақшам банға кетті. Бірақ манағы кісі айтқандай оның видеосын салғаннан емес. Ол әрине мына жазықсыз жылқышы туралы айтып қой, Рахат ағамыз туралы, соның мәселесін баласымен сөйлестік. Және ол видеоларға ештеңе деген жоқ TikTok. Бірақ біз стримға кіріп, сбор ашпақшы болдық. Сол стримде не келді маған? Уведомление келді, оған мен мән бермедім. Сөйтіп, кешке менің аккаунтымды жауып тастады. Қадірлі көрермен, өкінбейміз. Бұл бірінші рет қайталанып, бірінші рет болып тұрған жоқ. Бұл мен бірнеше мәрте қайталанды. Қайта хат жазып ашып алып жатырмыз. Парақша керек, әрине 240 мың адам, 7,5 миллион лүпіл бар. Сондықтан да халықтың мұң-мұқтажын жеткізіп жүрген парақшамен, сондықтан да енді өкініш бар, бірақ осы парақшадамын, қадірлі көрермен, жазылып қойыңыздар, екінші парақша. Кім болды, милиция көрсе? Үлкен баласы ма? Мен кеттім. Мен кеттім, мен кеше өткен TikTok желісінде. Кеше, күні кеше. Өйткені милиция келді ғой үйге. Сол бойынша түсіндірме жұмыстан жүргізіп, ондай соцсетте айтуға болмайды дегенде туралы шақпен, ол елдің көзі. Оны біз айтпаймыз, онсыз да өз адамдар салып жіберген ғой, Тренске де шығарып жіберген. Елдің бәрі не істейді? Елдің бәрі бір-бірін аңдып қалған. аңдып қалған. Шақ кесіп алады, не істейді? Сол бойынша. Енді случайно келдім да, мен сөйлеп қалдым қызыма, сен бір ауыз айтпайсың ба? Келіп жатыр милиция күніге, мен шаршап кетті, бұда шашты қара ағарып кетті ғой. Так, мен жыламаңызшы, жүріп көлікпен тұрашты. Делимосы жақ деп отыр. Сөйлесіп, спокойно сөйлесіп, бір профессионалдық түсіндірме жұмыстан жүргізу, қалайсың болады, сізге де кішкене, қалайсың болады, көмек ретінде сөйлеу, поддержка сияқты, сізбен сөйлесейік, не жетпей жатыр, не болмай жатыр. Ештеңе жетпей жатыр, тыныштық жетпей жатыр сіздерден, тек қана тыныштық. Бізге, енді былай қарасаңыз, біз қазіргі таңда кәмелетке толмаған балалардың өмірі мен денсаулығы маңызды болып жатыр ғой. Сол бойынша біз қалайсың болады сіздерге. Сол бойынша. Мен рұқсатымсыз мына босауға дейін келмеңіздер, кім береді сіздерге рұқсат? Шық. Неқа дейін. Жоқ, бақын, жоқ, қашша неқа. Бұлар роботыға апарып мені 20 адам болып не қылған кезде мен қашқан кезде қолымнан ұстап тұрып апарып. Сіз рұқсат берді ме? Біздің шекара ана талдың қасы, міне қараңыз. Сіздің роботыңызға мен бастырып барып сөйлесем, мен тіпті автоматпен қорқытасыздар ғой. Дәл сондай, міне менің шекарам, міне шекарам. Негізі менде варата тұру керек, бізде қоршау жоқ. Міне жағдайымды көріп отырсыз, мына жерде варата тұрса, сіздер варатаны ұрастар бүйтіп. Қазайын деп. Негізі қоршау жоқ, стоп батуры. Бекнұрда, Баубекте керек болса анасының бауыр жақ бәрі бастырып кіріп отыр. Неше рет келді осылай? Лейлакбе, жаңа келдік, забор жоқ, тоқылдаттық, отпешқасқа дедік. Енді сізге де айттым, не солай? Көлеңкей. Шықтырайық. Сырба, бақын, сырба. Сіздер қоймайсыздар ғой, Жоқ, мен қоймайсыздар ғой, шындығын айтыңыздар. Кім жіберді сізді? Қызына ұрсып жатыр деп кім жіберді? Ол Инстаграм желісіне шығып кеткен ғой. Оны салған адамдарды неғылудың орнына сіз маған келіп тұрсыз ғой, Енді не бұл жағдай болып отыр деп мен сізге баса көк деп мен сізге әңгіме айтып отқан жоқпын. Не жағдай болып отыр? Тренске салып жіберген, TikTok желісіне салған. Бұл салған адамдарды қайта жазғырудың орнына мен кінәлі болып тұрмын ба сонда мына жерде? Біз сізден енді сұрап жатырмыз ғой, не жағдай болып отыр үй жақта деп. Ештеңе болған жоқ, мен осылай келді. Қараңыз, мен сөйлейін сізге. 1,5 ай болды милиция осы үйден бері кетпен. Менің күйеуім ол кезде ана жақта жатыр. Келеді, күніне 1,5 сағат айтсам, жіберем, кетеді. Қайттан келеді, эфир қосам, қашып кетеді. Келеді, тағы да кетеді. Мен уже моральный шаршадым. Мен егер осы жерде шаршап өліп қалсам, не деп жауап бересің? Айтшы, өлемін да мына жерде шаршап кетеді. Әзір адамның өміріне қазір кепілдік бар ма? Айтыңыз, тоқта, мен өлдім да, шыдамай, шынымен. Қазір мен кейде ойлаймын да, өліп кетсем, милициялар тоқтайды деп тұрмын да. Өлейін ба? Өлейін ба? Жоқ, өлсем, жоқ, қашшы, бақын, жоқ, өлсем, кім жауап береді? Артымда тұрған мына балдар мені дұрыс айтады, шешесінің өлгеніне бұлар жауап бере алмайды. Бірақ тексеріледі, дұрыс па? Не себептен өлді?
жап-жас адам неге қалай өлді деген көттерің ертең ашылып қалмай ма өздеріңнің? Енді әпке, А? мен сізге не үшін... Өздерінің көті ашылатын сияқты бұлардың. Мен сөйлеп жатқан жоқпын. Әпке, мен сізге айттым, не жағдай болды балаға, олай ұрсатындай дедім. Деп кету керек қой. Деп тұр ғой, аузы қисайып. Аузыңнан бір тепсе сендерге береміз оны. Мен кимеймін неке көйлегін. Әкесінің аузы кимеймін. Болды енді тағы да басқа ойға кеттім мен. Мұна түрін көріп мен нағыз еркекті көріп тұрған жоқпын мен. Деп тұр ғой мынау. Мен некеттің көйлекті көріп қаламын деп шешіп отыр едім. Енді не істеймін? Сендерге береміз оны, деп тұрғанды. Маған керек емес, маған вау деп беріп кететін нағыз еркек керек. Мен бейшара нағыз неке көйлегімді айтып жатырмын. Бұл деген тұрғы қисайып алып, деп бүйтіп тұрғы. Ой, ассаламу алейкум, стиль таза Қызылорда. Всем привет, Қызылорда. Біз жақта тау жоқ, бірақ тауға баратын қыздар бар. Қыздар бар. Біз жақта тау жоқ, бірақ тауға баратын қыздар бар. Қыздар бар. Мұнда Қызылорда. Стиль таза Қызылорда. Най-най-най-най. Стиль таза Қызылорда. Міне саған Қызылорда. Қара, 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 қара. Хоп, хоп, шоп, шоп. Стиль таза Қызылорда. Мұнда қызық балдар бар. Стиль таза Қызылорда. Най-най-най-най. Стиль таза Қызылорда. Ойбай, 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 өлтірдің ғой ей. Неткен кереметсің ей. Стиль таза Қызылорда. Най-най-най. Най-най-най. Ренжімеңіздер, бәріңізге айтатыным. Своди папам ол дейді, рахмет, Рау, рахмет жаным. Шынайы салған адамдарға Алла разы болсын. Мына ойнап, мен өтіріктен 10 мың салдым, 2 мың салдым дегендер ұятсыздар. Адамды ойнамаң, мен шығылдап амалсыздықтан жазып отырмын. Қарызымнан құтылсам, кредит келіп тұтты, кредиттен құтылып, нан жеп, енді тамақ жейін десем, газ свет келеді. Бәрі бірінен кейін бірге болады. Балама ештеңе болмады, көмек керек. Студент бала. Қыз мама, ренжіме, қазір тағы солай жазатын болсаң маған қарсы. Мен ручкаңды алып қоямын да Африкаға кетесің. Ренжіме бірақ, иә? Періште ғой бала болғасы дейді. Рахмет, Рау түсінгеніңізге. Айттыппын, квартплатын төлей алмай тұрмыз. Сізден нормальный батылда әкесінің аузы қолдап жүргенде, мен лям таппай ақ қояйын дедім. Бір айда 200 мың шығарып алайын, пожалуйста, көмектесің десем батылға шықсам да. Деп отырасыздар. Хотя бы батылда ұрып подарканы сығып тастамайсыңдар ма? Сықтырып жемейсіңдер ма подарка деген? Ұрып деп қойып. Шығарып басында кошелектен опырып деп тұр. Ұрып тастамайсыңдар ма? Мен 1 миллион бір лям алмай ақ қояйын. Хотя бір 200 мың ай сайын балаларымның алдында шығарып отырсам, ол да бір айлық қой. Не айтарын білмей жүр. Иттен бір сүйекті әзіп, иттің көзіне 100 теңге байласа қуып кетем артыны. Менің жағдайымды бастарыңа сүзбей, хотя батыл шығам, күтіп отырам, қарап отырам, атам екен. Әрқайсысы 10 розадан атқанда, әрқайсысы 10 коронадан атқанда да көмек. Жинап бір акула атсаң, жинап мысықтың бір баласын атсаң да көмек. Жинабады бір айда бірдеңе шығарып алуға кішкене мүмкіндік болатын еді. Бала шағаң болса бір тиын бермей жүрсің қатыныңа, сипал бұл жерден. Пошел болса қыс онда. Көтенге қыс ей балғын, көтенге қыс ай тұрамын шарымыз. Көтенге қыс. Вишни кеткен бе? Сен вишни кетіп отырсың, жұрттың алдында. Жақсызды айтып атым бе? Қой дедім, қой деп айттым. Қой. Папа, не оған? Не оған бала? Қойып тұршы. Эфирді сөндір деген нес? Не үшін сөндіруім керек мен? Келіп тиісіп тұрған өзі мен емес, өзі тиісіп тұрды келіп. Батыл ойнап отқан жеді абыройды төгіп, әдейі халыққа жаман көрсету. Милиция машин кеп тұрғы деп. Оларды мен шақырып отқан жоқпын ғой енді. Мен енді көтіне данқырат қоям олардың енді пагон кигендеріңізді ертең. Көрсетемін енді. Менің балдарыма не тәрбие болды бұл? Не тәрбие болды? Үйге күнніге милиция машина келеді, күнніге. Банана қойып бес шансая. Мен не істеймін, похуй саған, Ұят бар ма, ана жан жақтан көршілер қарап отыр ғой. Мама, мен шақырып отқан жоқпын ғой келді. Бір айда қанша рет келді? 50 рет келіп тастады ғой. Оларды мен
Саған похуй ма? Мен де өлемін ана жерде, асылам да өлем да. Кім жауап береді сол милицияларға? Сен жауап бересің, иә? Дұрыс па? Кім жауап береді? Ә? Мен шақырып жатқан жоқпын ғой. Баланың не кінәсі бар дейді. Мен бір өзім қашанға дейін күресем? Талдың қасында тұрып, мен қашанға дейін бір өзім күресем мен, ә? Қашанға дейін бір өзім милицияны қайтарып тұрам мен? Өлемін ертең да, бұл ертең бұл отырды талтайып, нан жеп, ертең. Кете алмай, артына кетіп қарап, кете алмай жүрген бір ақымақ әйелімін жексұрын. Жаным өзіме ашығанда давно қиып кететін адам ғой мына еркек. Өлтіріп болды бол. Неге осындай жексұрындарды үлкейтесіңдер да, неге үйлентіресіңдер біреудің тым жақсы қызында өмірін улап. Сол малды бағып отырасыңдар, сол бір қызды алады ертең деп, Құдайда тапқырай. Бұл ақмақ итті де солай баққан. Ертең біреудің тым жақсы гүлін үзіп келеді да, ол гүлді